Ассалаумағалейкум, менің есімім Есмирон. Бүгін талап арыз дайындап болды. Мынандай іс бойынша біреудің жер учаскесін біреу нотариустен жасаған, өзі қол қоймаған, сыртынан жасалған жер учаскесін сөйтіп басқа біреудің атына аударып алып кеткен. Оның бәрін біздер зерттеу барысында анықтадық. Тиісті құжаттар жинадық, енді көшірмелер болып тұр, өкінішке орай. Оның бәрін талап арызға тіркеп тапсырып жатырмыз. Сондықтан өздеріңіз сыртыңыздан жер учаскелеріңіз немесе үйлеріңіз сатылып кеткен жағдайда болды, осымен бітеді екен, нотариустың істеген әрекеті дұрыс екен, мемлекеттік тіркеу жүргізілген екен деп, бәрі заңды болады екен деп ойлап қоймаңыздар, ойлап қалмаңыздар, қорғануға болады. Дәл осы талап арызды ала жазса бүгін тапсырамыз. Бүгін немесе ертеңдер тапсырып, істің барысын көреміз, нотариустың әрекетін бәрін тексереміз. Бұл мәселе бойынша біз қылмыстық іс қозғауға тапсырған болатынбыз, алайда қылмыстық белгісі бар жоқтығын анықтау мақсатында арыздар жолданған, бірақ сотқа жүгіндеп, қай кезде де сөйтіп жазады ғой, сотқа жүгіндеп, азаматтық дау деп қайтарыпты. Осыған байланысты біздер енді талап арызды дайындап сотқа тапсырдық. Талап арызды дайындаудың өзінің талаптары бар. Ол азаматтық процестік кодекстің кодексте көрсетілген талаптарға сәйкес болуы керек. Осылардың бәрін тиянақтап дайындап сотқа тапсырайын деп отырмыз. Қазіргі уақытта сотқа қалай тапсыруға болады? Бұрын адамдар оны хат жазып, қол қойып, немесе қолмен апарады, немесе хатпен жолдайтынбыз почта арқылы. Қазір Аллаға шүкір, жоғарғы сотта сот кабинеті ашылды, төрелік дейміз оны. Сол арқылы тапсыруға болады. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңба керек, сонымен тапсыра аламыз. Сол ағайын, естеріңізде болсын, осындай оқиғалар болатын болса хабарласыңыздар, біз сіздерге көмектесеміз. Төмендегі нөмірлерге жазсаңыздар болады. Осы видеомен бөлісіп, біздерге көмектесіңіздер. Тек қана бізге емес, өзге адамдарға да құқықтық сауатын ашу үшін. Жақсы, кездескенше.